Мұнайлы ауданында қайғылы жағдай орын алды. Басқұдық ауылында 25 жастағы жігіт көлік астында қалып мерт болды. Оқыс оқиға жекеменшік үйлердің бірінде орын алған. Тұрғын автокөлікті көтеріп қойып жөндеп жатқанда көтергіш тайып кетіп, көлік жігіттің үстіне құлаған. Жедел жәрдем келгенше ер адам алған дене жарақатынан оқиға орнында көз жұмды. Қазір бұл іске қатысты сот медициналық сараптама тағайындалды. Көлік астында қалып қойған жас жігіт оқиға орнында қайтыс болған. Облыстық ауруханаға тек денесі жеткізілді. Біз бірден моргке жібердік. Себебі оқиға орнында қаза болған тұрғындардың мәліметтері ауруханада тіркелмейді. В селе Баскудук Мунайлинского района произошел трагический случай. 25-летнего парня насмерть придавило автомобилем. Согласно имеющимся данным, 21 января на территории одного из частных подворий во время ремонта авто загнали на подъемник. При подъеме машина весом более тонны сорвалась с платформы и рухнула на несчастного. Однако точную причину падения пока никто не озвучивает. Возможно, плохая фиксация или крепеж. Когда пострадавшего доставили к медикам, он был уже мертв.